Tesla боюнча экisi күнгүгө бизде анализ, яғни уровеньдердин баардыгын кетирип тастадым, но тем не менее бага эмне үчүн оңупка кеткенин сиздерге түшүндүрүп берүүгө тырышсам. Цена закрытия 268,46 и мага маанисиз болду. Кечеги күнү бага 77ге дейин барып келген экен, 68ден жабылып, яғни $9 баганы катты кулатып тастаган болотун, э. И куда она сходила? Бизде что мы не смогли перехаять, яғни бизде мындай жерде дистрибуционный максимум тур, дистрибуционный өскен, гэп-ап болуп өскен, но баганы катты кулатып тастаган. И премаркет убактында карасаңыздар, биз уже премаркет убактында 4 сааттык таймфреймди коюп алайык. Караңыздар, биз премаркет убактында кечеги күнү мына макс багага барып келдик. Бирок да осы макстан биз катты кулап кеткен болатынбыз, э. И менин биринчи көзгө түскөн уровень ол мына жердеги минимум болотун. Бага ошол жерден жабылып, ошол жактан дистрибуционный поддержка алып катты өскөн. Яғни биз кечеги күнү осы макстан катты кулап, ошол жерден жабылган болотунбуз, э. Енді премаркет убактында караңыздар, цена закрытия бизде 68,46 болса, премаркет убактында биз гэп даун болуп ашылдык. И маган мына уровень маанисиз болду. Премаркет убактында ол кай жерге дейин өсүп, кай жерден сопротивление алып кулап кетти. Одан кийин мына жерден кулап кеп жабылды. Ошол жердеги маанисиз уровень ол мына макс бага 59,16 деген макс бага болду. Осы макс баганы ол бузуп, уже келип мына жака тянулся, да, поддержка алып жатты. Яғни қазір бұны тоже былай алып сызып аламыз. Фитильмен куда сходил. Енді қараңыздар, мынау баға премаркет уақытында максимально 52,98-ге кеп құлап келді. Нефкамен қарастыратын болсақ, бұл мына күнгі дистрибуционный свечканың макс бағасына келіп тұр екен, иә. Яғни мына күндері қараңыздар, неше күн бойы біз осы дистрибуционный макс бағасында, яғни бір коробканың ішінде тұрып қалған болатынбыз, иә. Осының макс бағасынан ол егерде бұзып төмен кетіп қалатын болса, онда біз не істеуші едік? Осының ортасы зеркалкаға дейін біз бір құлап келуші едік. Бірақ та ол ложно прошивать етіп, тағы да қатты өсіп кеткен болатын. Осы 52-де 54-тен поддержкасын алып кеткен болатын. Енді қараңыздар, в моменте ол премаркет уақытында мына минимум бағаны 4 сағаттықтағы мына минимумды перелот жасап кетсе де, ол дневкадағы мынау макс бағадан поддержкасын алып, сәл ғана келіп, ошол жерден ложный пробой жасап, қатты өсіп кеткен болатын. Енді премаркет уақытында ол 66-64 қандай бағадан сопротивление алып тұрды деген сұрақ болды, иә, бізде. Так, 66-64 осы уровеньге привязка тапқан кезде бізде мынандай не болды, қараңыздар. Так, 66, так, мына жерде бізде макс баға тұр. Так, еще мына жерде минимум болып тұр. Мына жерде макс цена закрытия, иә, осындай өсіп кеп тоқтаған жердегі. Мына күні осы жерден құлаған баға өте мықты уровень болып тұр. Так, осындай уровеньден біз мына күні осы жерден қатты құлаған ГПВ свечканың максимально хай бағасы. Осы жерден біз фитильмен уже жоғарыдан келіп осы жерден поддержка алып кеткен болатынбыз. Мына жерде максимально осы жерге дейін келіп сопротивление алып кетті, көріп тұрсыздар, иә. Цена закрытия бізде зеркально тұрды. Цена закрытия зеркально тұрды. И егер де мына күні ол дистрибуция, мына күнгіге ол зеркально тұр, иә, біздің цена закрытия көріп тұрсыздар. Қазір бір минут. Так, жалғастырамыз.
мына күні бізде қараңыздар, осы күні гэпап болып ашылды, одан кейін тағы да гэпап болып бағаны секірткен болатын. Именно осы дистрибуционный өскеннің біз зеркалкасында тұрдық. Но ол зеркалкасынан уже қараңыздар, уже мына жерде мына уровеньге, так, 56-да 10, пока осы алып келіп тұрдық. Мына дистрибуционный зеркалкасынан баға құлап, уже мына төменге кетіп қалған болатын, иә. Но бізде мына жерде келесі күтіп алатын уровень, мына жерде гэптен бұрын мына жердегі макс баға болатын. Егер де бұл макс бағадан төмен кетіп қалса, менде мына уровень болды. 48-де 31 келесі запасы. Енді жалпы 4 сағаттық бойынша бізде маңызды болып тұрған макс ол мынау болды. Мына макс баға болды. Но цена закрытиядан біз уже қатты төмендеп кеттік. Енді недельный ауыстыратын болсақ, бізде қараңыздар. Цена закрытия бізде мынандай макс баға болып тұр екен, иә. Почти мынандай дистрибуционный қатты өскеннің макс бағасына сәл келіп тұр екен. Енді қараңыздар. Мынау жаңағы 52-де 54 деп тұрған нефкадағы макс бағамыз, ол мына жердегі дистрибуционныйдың макс бағасына келіп тұр. Недельный таймфреймдағы макс баға өте мықты уровень, иә. Поэтому бұның именно хай бағасы біз үшін өте маңызды уровень. Примаркет уақытында ол қарасаңыздар, уже мынадан поддержка алып, не перелоу жасап тұрды, иә. Денесін сәл тартып алып жабылған болатын. Значит, ол осы жерден поддержка алып тұрса, значит, мы на шорт будем смотреть только тогда, когда ол осы уровеньді истинно төменге қарай бұзып кеткенде ғана біз шортқа қараймыз. Бірінші аппараттың запас кодасы ол 48-де 31 болатын. Егер де осы недельный 52-де 37-ні алып кететін болса, келесі аппараттың тейк 59-16 бізде 4 сағаттық бойынша макс баға, ал мына жерде недельныйдағы макс баға, қараңыздар, ол бізде 60-та 46, иә. 60-та 46. Бұл недельный макс баға. Енді қараңыздар. Осы недельный, егер де осы 52-ні алып кетсе, ол 60-қа апарады. Енді қараңыздар. Кешегі емес, оның алдыңғы күні біз максимально осы жақтан хай бағасы осы жерге дейін келіп, осы жерден откат берген болатынбыз, иә. Одан кейін осы недельныйдың үстіне бізді гэпап болып үстіге қарай лақтырып жүрген болатын. И мына күндері қарасаңыздар, денесімен қатты қысып тұрды, иә, баға. Денесімен қатты қысылып тұрды, откатын берді. Мына жердегі макс бағадан біз поддержканы алып, осы жерден өсіп кеп тоқтап, мына жерде макс баға қалап кеткен болатынбыз. Енді біз қатты құладық, уже мына макстың төменіне шығып алдық, мына минимумды алып кеттік, бірақ та мына жердегі недельный дневкадағы макс бағалардан төмен түсе алмай біз өсіп кеткен болатынбыз, иә. Егер де осы таудың үстіне қайтадан шығып алатын болсақ, біздің аппараттың запас кодасы мына жерде минимум бар. Мына жердегі минимум бар. Оны обязательно аламыз. Осы минимумнан примаркет уақытында тоже бір құлап берді, да. Осы минимумды алып кететін болса, келесі аппараттың запасы ол мынау. 66-44 біз қандай уровень екенін білдік, түсінді көрсеттім, иә, ол қандай уровень екенін. Енді 1 минуттық таймфреймге апаратын болсақ, мынау жоғарғысында уровеньдерді алған жоқпын. Мына жақтан оны технический ATR-мен оның любой запасын сызып ала беруге болады, иә. Допустим, мына жерде мына уровеньді асып кетсе, мына жерде дневкадағы гэп бар. Оны да асып кетсе, осы дневкадағы гэпке кеп тірелген екен, иә, баға. Так, бізде мына жерде минимум бар. Міне минимум тұр. Вот еще гэп болып ашылған. Именно осы жерге кеп тірелген екен баға. Қараңыздар. Так, енді 1 минуттық таймфрейм бойынша, давайте мына жаққа 1 минутты ашып қояйын. Мына жаққа 5 минуттықты ашып қояйын.
аны басқа күнде ашып кеткен. Так, енді қараңыздар. Біз на шорт будем смотреть только ниже вот этого уровня дедік, иә, 52-ден бізде недельный дневкадағы макс баға болатын. Я маркет ашыла сала, ол не істеді? Давайте мен бірінші бір сағаттық таймфрейм, жарты сағаттықтар көрсетіп кетейін. Бір сағаттық таймфрейм қараңыздар. Қатты дистрибуционны құлады. Одан кейін қараңыздар. Келіп, мына жақтан не добивать етіп, жоғары қарай денесін тартып алған болатын да. Денесін тартып алған болатын. И ол, қараңыздар, в моменте бір сағаттық таймфрейм бойынша лайфта бізде былай айтылған болатын. Соңғы қарастырған баға максимально мына жерден құлап келді, иә. Получается, осы жақтан қатты баға өсті. Аптренд болып өсті, келіп, откат жасап, коррекция өсіп келіп, енді осы жерден ол обязательно мынандай лонговой движениенің коррекциясы болу керек деп айтылды бізде лайфта. И осы жерден ол, егер де мына жерден поддержка алып өсетін болса, у нас продолжается аптренд. Ол дальше өседі. Аптрендтің жүрісін білесіздер ғой, өсіп, откат беріп, солай өсіп кете беретін. Егер де ол осы уровеньді төменге бұзып кететін болса, онда біздегі аптренд, мына лонговой движениенің бұл коррекциясы емес, бұл уже смена тренда болады. Осы жерден құлап кететін болса, осындай ключевой уровеньдерді таба білу керек. Енді в моменте маркет ашыла сала, бастапқы 4 свечка не істеді? Ложно мына уровеньді пробивать етті. Да, бастапқыда мына жерде ол төменге закреп жасап берсе де, мына бір свечка ғана закреп жасады. Келесі свечка жоғарыға алып келді, пока ешқандай да шортқа подтверждение жоқ. Келесі да астына закреп жасап бергенмен, келесі тағы да келді, жоғары алып кетті. Бастапқы 4 свечка бізге не на лонг, не на шорт ешқандай да подтверждение берген жоқ. Келесі свечка не істеп тұр? Фитильмен келді, ол уже жоғардан тура осы уровеньді подтверждать етті, иә, бізге. Осы моменттен 5 минуттық таймфрейм істеп жатты. Бірінші 5 минуттық свечка ложно осы уровеньді ложно прошивать етіп жатты. Ложно прошивать етті, келесі свечка ашылды да, уже идеально бізді лонгқа алып кетті, иә? Идеально лонгқа алып кетті. Поэтому всегда 1 минуттық таймфреймен біз подтверждение алатын болсақ, ол обязательно бірінші свечка астынан закреп жасау керек еді. Келесі свечка астынан ашылып, астынан жабылып, үшінші свечка осы жерден мына уровеньге не добивать етіп, мынандай пустое пространство люфт беріп тұрған кезде ғана уже шортқа кіруге подтверждение болушы еді. Бірақта мына жерде шортқа ешқандай да подтверждение болған жоқ. Мына жерде келіп уровеньді подтверждать етіп, дальше өсіп бара жатқан кезде уже можно было бұл лонгқа аша беруге. Бірінші 5 минуттық жабылды, ол қалай жабылды? Не перелом болып мына уровеньді просто ложно прошивать етіп, дальше өсіп кете берді, иә? Көріп тұрсыздар. Так, одан кейін біз мына жерден өсіп кеп 58-ден 08 бағанағы макс бағаға келіп тірелдік, осы жерден откатымызды бердік. Одан кейін қатты дистрибуционны құлағаннан кейін осыны бізге зеркальт етіп тұрған уровеньді табу керек болды да. Бұны зеркальт етіп тұрған бізде мына минимум болатын. Осы минимумға біз келіп, сәл осылай мынаған ложно барып келдік, төменнен жабылып, бірақ та мына жердегі мына минимумды, мына дистрибуционны құлағанның минимумын біз мына кезде перелот жасай алмадық, иә? Тянулись фитильмен, но так и бұза алмай, уже келіп, мына макс бағаның үстіне келіп шығып алдық. Осы жерден поддержкамызды алып, қайттан мынау недельный макс бағаға келдік. Бастапқы уақытта сәл тұрдық, бұза алмай, откат беріп, уже мына жердегі макс бағаға келіп, сәл поддержкамызды алып, қайттан келіп өсіп, бағанағы 63-28-ге кеп тірелдік, иә? Осы жерде бастапқы уақыттар бұза алмай, сәл консолидировать етіп тұрдық. Одан кейін ғана бұзып, уже мына жерде бізде 5 минуттық таймфрейм бойынша макс баға қаланып қалды, иә? 5 минуттық таймфрейм бойынша көріп тұрсыздар. Осы жерге келдік, осы 5 минуттықтағы макс бағаны бұздық,
откат жасадық, осыған тест жасадық, қайттан бұзып 68-де 46-на мына екі ортаны вообще ойланбастан бұзып кеттік, иә. Дистрибуцияны бұздық, откат жасадық, осыны зеркальтетіп тұрған 73-34-тен келіп поддержкамызды алдық, өсіп кеп 77-24-ке тірелдік. Көріп тұрсыздар, иә, әрбір алған уровеньге бізде реакция бар. Келдік, осы жерге соғылдық, откат бердік, мына уровеньді подтвердили, не смогли переловить мына минимумды, қайттан өсіп келіп, бұзып, уже мына жақтағы уровеньдерге келіп соғылдық.